Дене тәрбиесі бөлімінің соңғы, бірақ өте маңызды сабағына келіп жеттік. Бұл тақырып көбінесе еленбей жатады. Әсіресе мынау қаладағы урбанизацияның салдарынан өсіп жатқан балалар, Бауыржан Момышұлы айтпақшы, асфальттың балаларында осы бір мәселе еленбейді, осы бір мәселе қаралмай жатады. Ол не дегеніміз не? Ол шынықтыру. Шынықтыру дегеніміз енді орысша айтқан кезде закаливание дейді. Баланың ағзасын, иммунитетін сыртқы қоршаған ортадағы кедергілерге төзімді ете бастау. Біз баламызға деген қамқорлықпен, баламызға деген ниетпен, махаббаттың дұрыс көрініс таппауынан біз баламызға инкубатор жасай бастаймыз. Баламызға бір қолайлы бір орта құра бастаймыз. Баламыздың кіммен араласатындығы, дұрыс тамақ жеуі бар, басқасы бар, соның бәрін ойлап жүріп, біз баламызды басқан кезде сыртқы қоғамға, бағанағы сыртқы кризистарға төзімсіз қылып қоямыз. Шынықтырудың идеясы не? Бұл жерде керісінше осы баланы сол бір ағзасынан бастап басқасын дайындау. Енді қараңыз, шынықтыру жалпы закаливание, ол баланың тек денсаулығын ғана емес, негізгі идеясы ол баланың психикасын дайындау. Баланың бағанағы сыртқы болашақта болатын, өмірде болатын түрлі қиындықтар мен кедергілерге психикасын дайындау. Яғни психикасын дайындау дегеніміз соған төзімді қылу. Енді идея не деп жүрді? Шынықтыру деген, шынықтырудың түрлі амалдары бар. Мысалы, бала дүниеге келген кезден бастап, оның мысалы дене температурасының үйрену. Мысалы, ол әдетте 7 жасқа дейін ішкі регуляция, терморегуляциясы, яғни өзінің температурасын өзі реттеу болмайды. Біз оны күнделікті суға түсіруіміз болсын, далаға, ауаға шығаруымыз болсын, күнге шығаруымыз болсын, осының бәрі оның денесін шынықтыруымыз болып табылады. Я, ол қазір оның денесіне қолайсыз орта, бірақ сіз қолайсыздыққа белгілі бір деңгейде норма мен баланспен шығарудың арқасында біз не істейміз? Оны сол бір сыртқы факторға үйреншікті қыла бастаймыз, төзімді қыла бастаймыз. Енді қараңыз, мысалы, бұл жерде қарапайым базалық заңдылықтар бар. Бұны педиатрда мысалы сіздерге айтуым мүмкін. Мысалы, баланы 8-ден 11-ге дейін ғана күнге шығару, немесе 4-тен кейін шығару. Өйткені осының аралығындағы күннен шығатын сәуле көбінесе зиянды болып келеді. Яғни біз бірден ана уақытқа шығармаймыз. Баланы шынықтыру мәселесінде бізде бір екі шет бар. Ата-аналар көбінесе жаңағы мүлдем бағана айтқанда инкубатор құрады, бір теплица жасайды бала үшін, жылыжай жасап береді. Немесе баланы алады түбегейлі сыртқа алып лақтырып, мысалы бір кейбір орыстың отбасылары сияқты баланы әбден шынықтырып жүреді. Бұл екі бір ортаға, екі бір шетке ұмтылудың ешқандай қажеті жоқ. Мүмкіндігінше бір ортаны ұстанғандарыңыз дұрыс. Енді бұл шынығуы, әдетте біз басында алдыңғы бөлімде айтқандай араласпау қағидасын ұстанатын болсақ, бала өз бетімен көре бастайды. Баланың негізі жалпы адамның ағзасы осы бір антихрупкость деген идея бар, соған ұмтылып тұрады. Ол барынша дағдарыс арқылы, сол бір кедергілер арқылы шыныққанды, жақсырақ болғанды, бүгін кешегіден жақсы, ертең бүгіннен жақсы болғанды қалайды. Мысалға, біздің ағзамыздың өзінің құбылысы солай жаратылғаннан мынандай бір мысалдар келтірсек болады. Біздің мысалы сүйектеріміз. Бұл сүйектер түрлі сыртқы әсердің салдарынан өзгеріп отырады. Мықтырақ болып отырады. 7 жылда бір адамның сүйегі өзгереді. Мысалы, қараңыз, біз жүрген сайын біздің аяғымызға жүгірсек, мысалы, тоннаға дейін салмақ түседі. Сәйкесінше біздің тобығымыз шытынайды. Бірақ шытынаған дейін қайтадан қалпына келеді. Әр қалпына келген сайын ол алдыңғы жолғыда мықты болады. Баланың қалыптасуында, баланың дене тәрбиесі де тура осылай болу керек. Бірден жаңағы межемен бас жіберіп бізден ересектер болады, бір тренировкаға барып, бір тренировка жасап 6 айдың нормасын орындап тастайтын. Жоқ, олай болмайды. Күніне 5 минуттан болсын, осы бір әрекетті жүйелікті сақтай алу. Енді шынықтыруға қатысып мынандай бір ережелерді айтуға болады. Негізі өте қарапайым заттар. Мысалға, баланың жалаң аяқ жүруі. Бұл бір сыртқы ортаға бағанағы төзімділіктің, бейімділіктің қарапайым заттар. Ауылда біз табиғи тұрғыда да жалаң аяқ жүрдік. Мүмкін білмеймін, аяқ киімнің жоқтығынан немесе аяқ киім кию қажеттілігінің болмауынан ба. Ал қалада балалардың жалаң аяқ жүруі өте сирек кездеседі. Бұны мысалы Сухомлинский кезінде өзінің мектепке балаларын дайындаған кезінде, ол кісіде мына Қуаныш мектебі деген болады. Яғни бір жылдан кейін мектепке келетін балаларды бір жыл алдын уайымдап жүреді. Үйлеріне барады, әке-шешесімен танысады, олардың қандай күйде өсіп жатқандығын, олардың дене тәрбиесі қандай екеніне мән береді. Қарашы, идея неде? Баланың дене тәрбиесі әлсіз болатын болса, дейді ол кісі, яғни оның денсаулығы нашар болатын болса, оның зейіні де нашар болады, оның сабақ үлгерімі де нашар болады. Сәйкесінше оның ар-ожданы да ары қарай кете береді дейді. Мәселе неде? Осы бір денесінің барын, дене тәрбиесінің мықты болуын айтады. Сөйтіп, мысалы, ата-аналарға қандай кеңестер айтады? Мүмкіндігінше, мысалы, мына балаңыз бал беріңіз, табиғи өнімдер беріңіз, өзі барып түрлі тосаптар апарып береді. Және осы бір қойылатын талаптардың, өтініштердің ішінде ең көп, ең жиі айтылатыны ол баланың жалаң аяқ жүруі. Бізде мысалы өзіміздің ұлымызда да осындай бір мәселе кездесті. Оның мысалы аяғының дұрыс емес, табанының дұрыс емес қалыптасуының себебінен ол оның қарапайым табаны омыртқасына әсер ететіндігі. Ал омыртқасының ол бір әсері оның миына, қан баруына әсер ететіндігі. Ал ертең сабақта зейіннің, бір
тез зерігуіне алып келетіндігін көрсетті да. Иә, бүгінде ол проблема болып көрінбеуі мүмкін. Кез келген аяқ киім кигізе саламыз да шеше салатын сияқтымыз. Бірақ ертең содан біз балам кітап оқымайды, баламның сабақ үлгерімі нашар, сабаққа барғысы келмейді деген әңгіме айтып отырмыз. Кейде бала жай ғана сабаққа бара алмайды, оқи алмайды сабақ. Неге? Өйткені бағанағыдай физикалық базасы, данныйлары жоқ. Енді осы жерде мынандай бір мәселені ескеруіміз керек. Мысалға қазір сол бір табиғилықты жасанды түрде жасау жолдары, арнайы кілемшелер алу, баланың жалаң аяқ жүруіне, табанның, мысалы біз мелкая моторика дейді, қолының түрлі ұсақ затты сезуіне қалай қамтамасыз ету керек болсақ, тура осылай табанның да түрлі ұсақ затты сезуіне қамтамасыз ету. Бұл да баланы шынықтыру. Жалаң аяқ далада жүргізу болсын, жаңағы шынықтырудың бір амалдары. Сонымен қатар енді осы шынықтыруға тағы бір үлкен маңызды тақырыптардың бірі ол баланың тамақтануы. Біз не істейміз? Баламызға мүмкіндігінше ең пайдалы, ең затты, дұрыс затты беруге тырысамыз. Қазір өздеріңіз білесіздер, правильное питание деген ұғымның өзі трендте. Бірақ идея неде? Балаға балансты тамақ беру дейді. Яғни баланың тұтыну керек күнделікті нормасының бір реттелуі. Я бала бақшада немесе мектепте ол арнайы мәзір арқылы, меню арқылы оның бәрі реттеледі. Бірақ біз үйде де мүмкіндікше осыны қамтамасыз етуіміз керек. Я мен сізге аспаз болыңыз, балам таңертең нан жесін, бүгін рыбный день деген сияқты әңгіме айтыңыз деп жатқан жоқпын. Сіз балаңыздың қажеттілігін негізделуге тырысыңыз. Баланың денсаулығы сау болатын болса, оның былайша айтқан кезде денесімен қарым-қатынасы дұрыс болатын болса, ол өзінің не жегісі келетінін, асқазанның не қалап тұрғандығын дұрыс айта алатын болады, дұрыс жеткізе алатын болады. Менен ешкім келеді, менен ешкім келмейді. Бұл бір негізі үлкен көрініс та баланың өзі не қалап, не қаламай тұрғандығын білетіндігі. Біз не істейміз? Баланың аузына тыға береміз. Мынаны ал же, апаң үшін же, атаң үшін же, нан жесең йогурт беремін, банан беремін деп. Енді қараңыз, бұның қандай салдары болуы мүмкін? Қарапайым тұрғыда дене тәрбиесінің бұрыс болуы, сол тамақтануының бұзылуынан болашақта мысалы аллергияға алып келуі әбден мүмкін екен. Статистикаға сүйенетін болсақ, 60%-ға жуық аллергияның кішкентай кезінде анасының тамақтандыруынан туады. Яғни аузына түрлі тамақ тығуынан, бала қаласын қаламасын. Қараңызшы, баланың өзі бір тұлғалық қалыптасуы бағанағы айтқандай антихрупкость заңдылығымен жүреді. Ол соған қарсы жүру арқылы ғана дамиды. Мысалы қараңыз, бала бір затты жегісі келіп отыруы мүмкін, бірақ сіз қасық тауып оны аузына тыққан бетте, ол үшін ол бір тұлғалық қалыптаспай жатқан сияқты болып көрінеді. Сол бірден одан бас тарта бастайды. Ол бас тарту арқылы, сізге қарсы жүру арқылы қалыптасам деп ойлайды. Мысалға мынандай бір қарапайым мысал болған. Бізде бір вебинар өткізіп жатқан кезде, менің кіші ұлым, кенже ұлым алдыма келіп отырды. Сосын айтамын да, қазір қараңыз, бұл бала белгілі бір деңгейде вебинар жүргізуге кедергі келтіріп жатыр. Мен бұны қалай осы жерден қуып жібере аламын? Ұрсуыма болады, айғайлауыма болады, анекқа бар десем болады, бірақ мынандай да амалы бар деймін да, құшақтау. Бала өзі таңдаумен өзге отырған еді, бірақ оны құшақтаған кезде ол орнынан тұрды да кетіп қалды. Неге? Өйткені ол өзінің қалауына қарамастан сыртқы қалау келген кезінде өзінің қалауы жойылып кетті да. Яғни ол сол арқылы қалыптасып жатыр деп ойлайды. Біздің қалауға қарсы жүру арқылы. Бұл мектепке дейінгі жастағы балаға тән қасиет. Біз оны қырсықтық, ертең мені тыңдамайды деп қорқып кетеміз да. Онда ешқандай қорқынуға ешқандай себеп жоқ. Енді тағы бір осы баланың шынығуындағы бағана жалаң аяқ жүруі, оның тамақтануынан бөлек тағы бір маңызды тақырып бар. Ол оның омыртқасының түзу болуы. Мына орысша осанка дейді ғой. Жалпы мына тәрбие тұлғаның тұғыры болатын болса, тура сол сияқты омыртқасы оның денесінің тұғыры. Кішкентай кезінен бастап оның омыртқасының жақсы қалыптасуы, оның былайша айтқан кезде базасын қалыптастырып береді. Ағылшын тілінде бұны core дейді. Мысалы баланың кішкентай кезінде, мысалы біз кейбір кезде спортқа беріп жатады. Мүмкіндігінше баланың бастауыш сынып аяқтағанға дейін контактты, байланысқа түсетін спорт түрлеріне, яғни ұрысқа, соғысқа, таэквондо, бокс сияқты спорт түрлері баланың осы бір омыртқасына кері әсер етуі мүмкін. Әдетте, мысалы әсіресе Совет үкіметінің, Кеңес үкіметінің мамандары не дейді? Баланы спортқа емес, физкультураға беру керек. Яғни ол гимнастика мен жүзу. Осы екі бір зат баланың базасын бағана қалыптастырып береді. Бұл кішкентай кезінде мектепке дейін немесе бастауыш сынып кезінде осы екі спорт түріне, осы екі бір физкультура түріне барған балада кез келген спортқа деген икемділік болады. Кез келген спортқа деген бағанағы омыртқасының қаттылығынан, мықтылығынан әлеуеті жоғары болады. Негізгі идея не? Біз баламыздың осы кішкентай кезінен омыртқасының дұрыс ұстануы. Басында байқасаңыздар, баланы айлық кезде омыртқасын өте түп-түзу ұстайды. Және баланың ересектермен ерекшелігінде оның омыртқасының арасындағы пластиналары оның жалпы омыртқасының ұзындығының 50%-на дейін қамтамасыз етеді. Яғни негізгі бөлігі да. Бірақ өсе келе ол баланс өзгере бастайды. Біз не істеуіміз керек? Баламыздың мысалы дұрыс отыруы, дұрыс тамақтануы, дұрыс орындықта отыруы, сабағын оқыған кездегі омыртқасын түзу ұстауына барынша жағдай жасауымыз керек. Қалай? Ол сыртқы ойын арқылы, сыртқы ортаны құру арқылы. Жалпы қорытындылай келген кезде баламыздың шынықтыруы оның психикасын қалыптасуына әсер етеді. Қалай? Біз оның баламыздың антихрупкость идеясы бойынша сыртқы ортаға төзуі, жалаң аяқ жүріп көруі, оның тамақтануы, яғни қандай тамақтану? Өзінің қалауының негізінде балансты тамақтану. Және соңғысы ол өзінің омыртқасы, яғни осанкасының барынша түзу болуына қамтамасыз етуі. Мүмкіндігінше берілген тапсырмаларды орындап, келесі бөлімге дайындалғайсыз. Іске сәт.